Келіні бар адамның бір көзі көріп, бір көзі көрмеу керек. Бір құлағы естіп, бір құлағы естімеу керек. Иә, қазақта білмегенді кешіре алмасаң, білгендігің қайсы деген сөз бар ғой. Сондықтан кейде енелер де даналық танытып, көп нәрсеге байыппен, ақылмен қарай білу керек. Өзінің үлкен екенін, одан гөрі тәжірибесі молдығын ескеру керек. Осы ретте енелер тарапынан атқарылуы тиіс кейбір шараларды айта кету жөн. Бәлкім пайдасы тиіп қалар. Бірінші, иә, келін алдым, қолым ұзарды деп қуанып жүрген шығарсыз. Алайда бұл келін барлығын біліп тұру керек, барлығын қатесіз орындау керек деген сөз емес. Оның осы уақытқа дейін өзге отбасының тәрбиесінде өскенін, үйренісіп кеткенше тосырқайтынын естен шығармаңыз. Келін тәрбиелеудің ең ұтымды әдісі кінәлайтын емес, үйрететін стильді пайдалану. Екінші, егер келініңіз барынша тырысып өз міндетін қалтқысыз орындап жүрсе, оны демеп, елеп ескеріп, кейде тіпті еңбегін бағалап, өзгелердің көзінше жақтап отырыңыз. Бұл әдіс оған мотивация болып, онан сайын жақсы қызмет етуіне құлшынысын оятады. Негізі енесінен мақтау жылы сөз есту келінге халық қаһарманы деген атақталғаннан да әсерлі болатынын білесіз бе? Үшінші, жас отбасы болған соң, басында балаңыз бен келініңіздің арасында ұсақ түйек түсініспеушіліктердің болатыны анық. Мұндай кезде әр іске шұқшиып, жағдайды одан әрі ұшықтырып жібермеуге тырысуыңыз керек. Егер балаңыз бен келініңіз келісе алмай жатса, ұлыңызды емес, келініңізді қорғаштауға тырысыңыз. Себебі, туған баласын ана бәрібір жек көріп кете алмайды, және баланың да өз анасына деген мейірімі оңайлықпен суымайды. Ал ене мен келін жараса алмай қалса, ол жағдайды шешу, алшақтықтың орнын толтыру дәл бұндай оңай бола қоймайды. Сондықтан балаңызға отбасын ұстап қалатын ер азамат ретінде қарап, ал келінге жаны нәзік әйел, ана ретінде қарым-қатынас жасасаңыз, екеуінің арасын жарастырушы алтын көпірге, жанашырға айналасыз. Төртінші, келініңіз жоқта балаңызға келініңізді мақтаңыз. Ой, біздің келін алтын ғой, Құдайға шүкір, келінім айтқанымды екетпей елпілдеп жүр, шамасы жеткенше тырысып ақ жүр, келінім өзіме тартқан ақылды ғой деңіз. Мұндайды естіген балаңыздың өз-өзіне деген сенімділігі артып, отбасын асырауға деген жауапкершілігі, әйеліне деген қадір құрметі күшейе түседі. Аузынан тек жақсы сөз шығатын сізді де сыйлап елпілдеп болады. Ал ұлыңыз жұмысқа кеткенде келініңізге балаңызды мақтап отырыңыз. Оның абыройын көтеріңіз. Бұл жастар арасындағы махаббатты, құрметті арттырып, отбасының сақталып қалуына көп көмегін тигізеді. Бесінші, келініңізді басқа келіндермен салыстырмаңыз. Пәленшенің келіні былай жасайды екен, түгеншенің келіні керемет қой шіркін деген секілді сөздер келіннің жүрегіне қаяу салады. Сізге деген құрметін кемітеді. Иә, біреудің келіні сіздікінен гөрі жақсырақ шығар. Бірақ біз идеал санап жүрген ол отбасының да бізден жасырын өз қате кемшіліктері бар екенін ұмытпауымыз керек. Міне, бұл ене мен келін арасындағы қарым-қатынастың нығаюына септігін тигізетін кейбір қағидалар. Адам өмірін орташа 100 шамалап бір дәуір деп атаған. Бір дәуір 100 жылды 4-ке бөліп, әр 25 жасты бабалар дәурен, ел ағасы, аталық жас, таушымшық деп атаған. Дәурен жасты сараласақ, шақалақ нәресте 1 жасқа дейін, 1 мен 2 жас арасы, қыз бала бөпе, ұл бала бөбек, 2 мен 3 жас арасы бүлдіршін, 3 пен 5 жас арасы балдырған, 6 мен 7 жас арасы сәби, 8 пен 12 жас арасы ойын баласы. Бұлар қыршын жасқа жатады. 13 пен 15 жасқа дейін ересек бала, яғни жеткіншек. 16 мен 19 жас арасы боз бала, яғни қолғанат шақ. Ал 20 мен 25 жас ересек естияр шақ, жас жігіт. Ел ағасы. 25-30 арасы боз балалық шақ. Бұл да жас жігіттер. 30-40 жас арасы дүр жігіт, яғни жігіттік шақ. 40-50 жас ер түлегі. 50 мен 60 жас аралығы жігіт ағасы.
70-80 жаста ақсақал, 80 жастан асқан соң қарт, қария деген жалпы атаумен аталады. Жас айырмашылықтарының жеке атаулары былай: Құдай берген жас, есек жас, ит жас, маймыл жас. Құдай берген жас уайымсыз, қайғысыз, мұқтаждықтан еш хабарсыз, дүниені сезінбей, күндерін күлкімен, ойын сауықпен, той-думан, тамаша сайранмен өткізер 30 жасқа дейінгі мезгіл. Есек жас Құдай берген бала-шағаны асырау және ата-анаға сүйеніш болу үшін қандай да қиын жұмыстан қаймықпай, мехнат шеге отырып еңбек ететін 30-дан 50-ге дейінгі жастың арасы. Ит жас ердің жасы 50-ге келген соң үй тірлігіне баса көңіл аударып, үй ішіндегі майда шүйдегі дейін көздерін таса қылмай, қалт жібермей бақылап, кейбір істелген істерге көңілі толмай, көргіш, айқайшы болып кетер 70 жасқа дейінгі аралық. Маймыл жас 70 жастан асқанда аз-аздап ақылы кеміп, 80 жастан асқанда бала болуға бет алып, арырақ ұзаңқырай бере, белі бүкірейіп, денесі иіліп, бала біткенге ермек, ойынға, сайқымазаққа айналар кәрілік жастар. Ал өткен заманда шілменбетпей адам өмірінің барлық кезеңіндегі әрбір 10 жасты бөліктеп былайша саралаған: 20 жас бала шақ, істеген ісі шала шақ, 25-тен асқан соң жігіт шақ келеді. Қартайғанда қайран 25 екі айналып келер медің деп өкінер жас. 30 жас әр шақ, 40 жас ер шақ, 50 жас бел шақ, 60 жас дер шақ, 70 жас мәрт шақ, 80 жас серт шақ, 90 жас жер шақ.